Қазіргі уақытта Шығыс Қазақстан облысының эпидемиологиялық жағдайды бақылау матрицасына сәйкес жасыл аймақта тұр. Бұл мәселе жоқ деген сөз емес. Жағдайды бақылауда ұстау үшін қала эпидемиологтары байланыста болған адамдарды белсенді түрде анықтап оқшаулайды. Осылайша коронавирус инфекцияның таралуына жол бермейді. Эпидемиология мамандары құқық қорғау органдарымен бірлесіп күн сайын санитарлық талаптарды қамтамасыз ету бойынша алдын алу іс-шараларын жүргізеді. Осылайша эпидемиологтар байланыста болған адамдардан үй карантинін сақтау туралы қолхат алады. Осы кезеңде Семейде 130 үйден 540 адам оқшаулануда. Күнделікті осылай түсіп жатқан ошақтарды біз тыңғылықты аралап өтеміз. Аралағанда енді жай ғана кіріп шықпаймыз. Міндетті түрде осы карантиндік шараларды сақтау керек екендігін, осы эпидемиологиялық жағдай бойынша жаңағы ошақта отырып адамдардың арлы-берлі жүрістері енді азаю керек қой. Енді өйткені көріп отырсыздар, күнделікті біраз азайса да біраз көбейіп отырады. Құқық қорғау органдарының айтуынша, үй карантинін сақтамаған адамдарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Семейде мұндай фактілер әлі тіркелген жоқ. Бұл қала тұрғындарының коронавирус инфекцияның алдын алуға және таратпауға жауапкершілікпен қарайтындығын білдіреді. Алғашқы күннен бастап эпидемиология мамандары біздің денсаулығымыз үшін алаңдады. Анықталғаннан кейін барынша сақтық шараларын сақтадық. Бүгінгі таңда біздің денсаулығымыз тұрақты.